Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Менің аты жөнім Ибраим Бақыт Тасболатқызы. Біз бүгін өсімдік және жануар жасушасының құрылысымен танысамыз. Біріншіден, жасушаның құрылысын қалай екенін білместен бұрын біз жасушаға анықтама берейік. Жасуша дегеніміз ол тірі ағзаның құрылымдық қызметтік бірлігі. Ал енді өсімдік жасушасы болады және жануар жасушасы болады. Бұлардың қандай айырмашылықтары мен ұқсастықтары бар екенін бүгін талдаймыз. Яғни біз яғни сызбаға құрастырайық. Бірінші өсімдік жасушасы, екінші жануар жасушасы. Яғни қандай ұқсастықтар бар, соны бірінші талдайық. Яғни өсімдік жасушасы мен жануар жасушасының бірінші ұқсастығы. Яғни бірінші ұқсастық деп алайық. Яғни бірінші ұқсастығы қандай? Яғни бұл екеуі де жасушалық құрылымды болады. Яғни бұлар тірі ағзалар, сондықтан екеуі де жасушадан тұрады. Яғни денесін жасуша құрайды. Екінші ұқсастығы, яғни бұлардың жасушасында міндетті түрде үш құрылым болады. Өткен сабақта біз бұны айтқанбыз. Яғни қабықша, цитоплазма дегеніміз жасуша ішіндегі сұйықтық деп айтқанбыз. Және ядро. Үшінші ұқсастық, бұларда органоидтар болады. Екеуінің де органоидтар болады. Енді органоид деген сөзге біз анықтама беріп кетейік. Ол не? Органоид дегеніміз не? Өткен сабақта біз мүше деген не екенін өткенбіз. Мүше дегеніміз ол ағзаның бір бөлігі дегенбіз. Яғни тұрақты құрылысы бар, қызметі бар, белгілі бір қызметі бар. Ағзаның бір бөлігін бұл мүше деп атағанбыз. Ал енді органоидтың да анықтамасы соған ұқсайды. Бірақ айырмашылық болады. Ол қандай айырмашылық? Яғни бұл органоид дегеніміз жасушаның бөлігі. Яғни атқаратын қызметі бар, құрылысы бар жасушаның бөлігін органоид деп атаймыз. Біз қазір бірнеше органоидтарға анықтама береміз. Енді айырмашылықтары қандай? Айырмашылықтары. Біз ұқсастығын талдадық, енді айырмашылықтары қандай екен? Бірінші айырмашылық бұлардың жасуша қабықшасында болады. Енді осы жерде мен сендерге түсіндіріп кетейін. Ол қандай айырмашылықтар екендігін. Яғни бірінші айырмашылық, яғни жасуша қабықшасында. Өсімдіктің жасушасының қабықшасы мен жануардың жасушасының қабықшасында үлкен айырмашылық бар. Бірінші өсімдікті айтайық. Өсімдіктің сыртқы қабықшасында қалың жасуша қабықшасы болады. Ол мембрананың сыртында орналасады. Жасуша қабықшасы өсімдікте, яғни өсімдікте дейік, өсімдікте целлюлозадан тұрады.
яғни жасуша қабықшасы мембрананың сыртында болады, және ол целлюлозадан тұрады. Ол жасушаға тірек қызметін атқарады. Кейбір кезде жасұнық дейміз. Жасұнық. Яғни орысша айтқанда клетчатка. Ал енді жануар жасушасында ше. Жануар жасушасында балар, яғни мына жерге жануар жасушасы деп қояйық, сендерге түсінікті болсын. Жануар жасушасында ол 3 қабаттан тұрады. 3 қабаты болады. Бұл қандай қабаттар? Яғни сыртқы, ішкі, ортаңғы қабат болады. Сыртқы және ішкі қабаты бұлар күрделі нәруыз молекулаларынан тұрса, ал енді ортаңғы қабаты 2 қатар фосфолипид молекулаларынан тұрады. Ал енді фосфолипид дегеніміз күрделі май, осыны ұмытпайық. Яғни бұларда осындай айырмашылықтар бар. Олар, мысалы үшін, жануар жасушасы жұмсақ, созылғыш, жұқа болады. Осыны ұмытпаймыз. Ал өсімдік қабырғасы, яғни өсімдіктің қабырғасы целлюлозадан, жасұнықтан тұрғандықтан, олар қатты болады. Осыны ұмытпаймыз, е? Екінші нәрсе. Вакуольді, яғни өсімдіктерде вакуоль болады. Вакуоль дегеніміз не? Вакуоль дегеніміз ішінде сұйықтығы бар, яғни шырыны бар жасушаның бөлігі, органоиды. Ол оны вакуоль дейміз. Вакуольда балар, ол су және онда еріген көп пайдалы заттар болады. Ал вакуольді кейбір кезде біз қоқыстық жәшігі деп атаймыз. Неге қоқыс жәшігі деп атаймыз? Себебі кейбір кезде өсімдіктер өздерінің вакуольдарында керексіз заттарды жинайды. Сонда вакуоль не пайдалы заттар жинайды, кейбір кезде керексіз заттарды жинайды. Сондықтан кейбір кезде біз вакуольді қоқыс жәшігі деп атаймыз. Себебі күзгі жапырақтарды білесіңдер, күзгі жапырақтар, қызыл, сары жапырақтар, осы қызыл, сары жапырақтардың вакуольдерінде зиянды заттар жиналады. Ал өсімдіктерде осы зиянды заттарды құтылу үшін олар жапырақтарын сол кезде түсіріп тастайды. Ал енді вакуольдің ішінде айттық, сұйықтық болады дедік, яғни жасушаның шырыны болады. Жаңадан пайда болған, өсіп келе жатқан жасушада вакуоль кішкентай болады. Ал енді піскен, ескірген жасушаларда, яғни үлкейген жасушаларда вакуоль үлкен болады. Яғни кішкентай вакуольдар бір-біріне қосылып, үлкен вакуольді құрайды. Біз піскен өрікпен, шикі піспеген өрікті көзімізге елестетейікші. Яғни піспеген өрікті біз жесек, ол шырынын байқамаймыз. Ал піскен өрікті жесек, оның шырыны ағады, суы көп, яғни шырыны көп болады. Яғни вакуолі үлкен деген сөз. Үшінші айырмашылық өсімдіктерде пластидтер болады. Пластидтер дегеніміз, ол тек қана өсімдік жасушасына тән органоидтар болып табылады. А пластидтердің 3 типі бар. Олар хлоропласттар, лейкопласттар және хромопласттар. Яғни біз пластидтердің қанша түрін ажыратады екенбіз? 3 түрін ажыратамыз. Мына жерге жазып қойсақ та болады. Яғни пластидтер. Яғни 3 типі болады. Бірінші хлоропласттар, екінші лейкопласттар, үшінші хромопласттар. Енді хлоропласттар дегеніміз не?
хлоропласттардың құрамында жасыл түс беретін пигмент хлорофилл болады. Осы хлорофильдің арқасында бұл хлоропласттарда фотосинтез процесі жүреді. Яғни фотосинтез процесі дегеніміз биорганикалық заттардан өсімдіктердің органикалық заттарды жасауын фотосинтез дейміз. Ол яғни хлоропласттар фотосинтезге қатысады және өсімдіктерге жасыл түс береді. Неге? Себебі онда жасыл пигмент хлорофилл болады. Лейкопласттар қайда кездеседі? Яғни бұл түссіз пластид. Бұл қор жинауға қатысады. Ал бұл сонда қайда кездеседі? Яғни өсімдіктің тамырында, өсімдіктің түйнегінде, өсімдіктің тұқымында осы лейкопласттар кездеседі. Бұлар қор жинауға қатысады. Ал енді хромопласттар ше. Хромопласттар бұл қызыл сары түс береді. Есімізге, яғни бұл қайда кездесуі мүмкін? Әрине, ол гүлдердің неше түрлі күлтелерінде. Піскен жемістерде сары алма, қызыл өрік, сары өрік. Ал енді бұларда, яғни піскен жемістерде немесе күзгі жапырақтарға түс беретін пластидтерді хромопласттар деп атаймыз. Міне балалар, сонымен біз бүгін өсімдіктің, жануардың жасушаларындағы ұқсастық пен айырмашылықтарды талдадық. Яғни ұқсастығы үшеу, жасушадан тұрады екеуі де, олардың тұрақты жасушаның бөлімдері болады және оларда органоидтар бар. Ал енді айырмашылығы неде? Олардың жасуша қабықшасында. Екінші, өсімдіктерде вакуольдер жақсы жетілген. Үшінші, өсімдіктерде пластидтер болады. Міне балалар, біз бүгін өсімдік және жануар жасушасының құрылысымен таныстық. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз бітті. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Қош сау болыңдар.